туған жеңешесі есімім Бадинур болар. Енді сіздердің рұқсаттарыңызбен ата-анасының алып келген жүгін сіздерге көрсетуге рұқсат етсеңіз. Біздің әулетке ұл болған баламыз Мұстафаға арнайы ата-анасының осындай алып келген сыйымыз бар. Түйе жүннен осындай керемет міне қыстық курткасы. Ертең бұйырса Алматыға барған кезде баламыз енді бізге бала болды. Қонбасын сіздерде қарайық деп осы жылы курткасын алып келдік. Енді баламызбен бірдей жарқырап, жайнап жүрсін сіздердің келіндеріңіз деп осындай міне шубасы риспенен өте қалың, ертең әртүрлі қылып киіп жүреді. Екінші шубасы осындай әдемі түстен, біздің қыз өте әдемі киінген жақсы көреді, жарқырап жүрсін деп осындай міне күшті шубамыз екінші. Келесі осындай тоже әртүрлі образдармен кисін деп қазіргі таңда хит болып жатқан, Қазақстанға енді келіп жатқан жаңа шубаның түрі. Енді Алматыда оқуда болады, жалпы қысымыз салқын, разнообразие болсын деп осындай альпака, мына жерде вставкалары змейный, өте күшті осындай қызымыздың келесі киімі. Енді келесі шубамыз арнайы тапсырыспен алдырылған таза Соболдан, құны 6 миллиондық ата-анасының берген әкесінің жақсылықты көрсетіңдер дегеннен баршаңызға жұғысты болсын осындай керемет шубасы. Келесі енді сырт киімдерден жылы күндері киеді деп осындай Макс Мара фирмасынан арнайы тоже тапсырыспен алдырылған курткасы. Осындай бордовый кажак түріндегі пальтосы. Келесі осындай міне классикалық түрде классикалық киіммен киетін тоже классический пальтосы жоқа. Енді бордовый цвет қазіргі тренд болғандықтан осындай тоже қалыңдау түрдегі пальтосы енді кажактан жаураса осыны араластырып кетті. Енді қызымыз аптаның 7 күнде 7 түрлі кисін деп түрлі-түрлісін алдық. Енді мынау Zara фирмасынан осындай брендовый өзінің кажагы. Пальтосымен бірдей жүрсін деп тоже Макс Марадан арнайы тапсырыспен осындай бежевый пальтосын алдыртқан болатынбыз. Мына жерде М деген жазуы бар, Мұстафаның инициалымен қойып бердік. Кейіннен твидовый осындай пиджагы бар. Қыс келгенше енді ветровка керек болады, осындай демосезонка Tommy Hilfiger фирмасынан арнайы Алматыдан алып келген болатынбыз. Барлықтарыңыз осы Ақтаудың брендтерін білесіздер. Марч фирмасынан орамалдары, осындай Медина Сақтағановадан орамалдары, және де үйде қызмет жасағанда киетін орамалдары бар. Лазер орамалдар тойға тағатын барлығы міне. Мынандай этно орамалдары бар, өзінің этно образдарына. Ал Шоғып брендінің орамалы. Лазер енді келін болғандықтан лазер тастамай тағамыз. Осындай керемет Нұршақтан арнайы тапсырыспен ата-анасының алып берген осындай әдемі бешпенті. Осындай міне бешпентінің кәжекейі бар. Түрлі-түрлі образдармен әдемі қылып кисін деп арнайы тапсырыспен тіктіріп берген болатынбыз. Осындай міне бешпенті, ішінде кәжекейі бар, тоже әдемілеп осылай киіп жүрсін деп алған болатынбыз қызымызға. Келесі образы міне осындай ішінде өзінің лазер көйлегі бар, сыртында осындай кәжекейі бар образы. Осындай тоже бешпенті. Ауыстырып кисін. Енді бізде Алматыда мен деген брендтер бар, сол киімдер енді атап түстемей қойын аттар осындай өзінің күнделіктерін тойға барғанда, Мұстафамен қыдырғанда жақсылыққа тек осылай двойкалары киімдері. Біз секілді құдағай болып барғанда күшті болып киініп жүрсін деп осындай двойкалары епкісімен. Костюм двойкасы. Келесі тоже осындай көйлегі, ертең кәжекеймен келсе де, тойға келсе де өзіне арнайы осы Мусабиттің деген брендтерден алдырған болатынбыз. Двойкасы міне юбкасымен осындай розовый әдемі. Осындай көйлегі міне розовый тоже. Ертең тойларға, барлық жерге әдемі болып киіп жүрсін. Біздің қыз сабаққа, ертең тойларға, күнделікті әртүрлі киінген жақсы көреді. Міне осындай двойкалары, көйлектермен, юбкаларымен барлығы. Міне мынандай келесі осындай двойкасы бар, кірпіден алған болатынбыз. Арнайы тоже сымбаттың өзінің қалауымен сұлуының тіктіріп алдырған болатынбыз. Келесі енді қазіргі таңда осындай хит болып жатқан двойкасы. Бұны да тапсырыспен өзіміз заказбен алдыртқан болатынбыз. Келесі тоже кірпіден брендтерімізден осындай әдемі эксклюзив көйлек. Үйде жүрген кезде, қызметте жүргенде киетін көйлектерін таныстырып өтейін сіздерге міне. Осындай арнайы келінліктен тапсырыспен алдырған көйлектері. Ойшоу брендінен арнайы өзіне алынған осындай спортивка, ертең сабаққа киіп барады. Келесі образы осы Ақтаудағы мен деген брендтердің бірі Шакардан осындай көйлегі, сыртында арнайы тігілген костюмы бар. Ертең иншалла балдарыңызбен қыдырады, мамасымен қыдырады, ішінде көйлегі, сыртынан осылай тоқы материалынан әдемі бешпенті бар. Келесі кезекте сол образдарына арнайы осындай аяқ киімдері,
және де Америкадан брендтерден алдырған Prada сумкасы. Тоже Louis Vuittonнан осындай сумкасы және де қысқы етігі. Образдармен. Келесі осындай лофер аяқ киімі каблукта және де Gucci сумкасы. Және айтып өткенімде Hermes фирмасының дендігі және де осындай қысқы кроссовка. Тектен Алматыда жылы жүрсін аяғы. Келесі осындай қысқы натуральный торкадан осындай аяқ киімдерін. Келесі осындай образда қара аяқ киімі және де серый сумкасы. Леопардовый оттенокта қазір тренд болып жатқан лофер және де Pradaның қазір хит болып жатқан сумкасы. Жаңағы Tommy курткасымен бірге кисін деп Tommy фирмасынан Tommy Hilfiger осы кроссовкасы және де сумкасы. Келесі осындай тойға барғанда жарқырап жүрсін деп золотисті аяқ киімі және де қасына өзінің образды сумкасы. Келесі осындай енді қазір Алматыда қатты күн салқындаған жоқ, сол кезде киетін аяқ киімі және де Louis Vuittonнан соңғы үлгідегі сумкасы. Косметикалары осы жердің барлығында косметикалары, өзінің боянатын, уход косметикалары, барлығы білетін брендтерден бұл жерде де. Өзінің алтын, бриллианттармен қосып, тағып жүрсін деп образдарына сәйкестендіріп, міне жемчугтары, осындай сағаттары. Енді образды бастан аяқ құралған, енді қызымыз жарқырап киіп жүрсе болды, барлығын жүгіріп жүріп жасап беріп жатыр. Таза ағаштан жасалған Ламель фирмасының екі үлкен сандығы тұр. Қазір соның үстіне сіздерге жүк жинап көрсететін боламыз. Көрпелеріміздің ішінде бірінші құда-құдаға айтқан таныстырып көрсетіп алайық. Одан кейін қыздың жүгін жинаймыз. Өзінің екінші мамасы, папасы жылы жатсын, ең алдымен. Осы кісілер аман болса біздің балдар жарқырап жүреді ғой. Осындай жастығы бар, біздің ниет құдам құрдасындай болсын. Құдағайым сырласындай болсын. Екі жастығы. Екі жастығы бар құда мен құдамызға. Қандай көрпе жамылғы. Біздің тілмен айтқанда жамылғы. Құда мен құдағайға матрасы. Осындай міне махаббат көрпесі. Шаңырақтары биік болсын, мәңгі болсын, иншалла құдалық мыңжылдық болсын деген. Қазіргі таңда міне осындай шаңырақтары бар шаңырақ. Шаңырақтары бекем болсын деген мағынада осындай шаңырақпен пішіндірген болатынбыз. Мынау жамылғы көрпесі. Арқа сүйеп қонақ жастық. Қайынсіңліміз бен күйеу баламыз құралсын, құрақтай. Қонақ жастығы. Бұлар енді Алматыда студент болған соң үйіне қонақ көп келеді енді студенттің үйіне. Үлкен кісілер келгенде шынтақтап жатып көк шай ішетін жастық. Жиналып жатыр, қазір көресіздер. Енді кезекті текстильнен бастайық, осы жүгінің үстінен төселетін көрпе төсектерінен. Турцияның мен деген Pepper Home фирмасынан осындай екі әдемі жапқышы бар. Осындай әдемі екі нарядный жастығы бар. Тоже покрывала барлығы жастықтармен последний Pepper Home'нан. Ванный набор, ішінде халаты, полотенцасы, лицевой полотенце және де аяқ киімдері бар. Осындай покрывалдасы бар. Наборлары осындай міне турецкий барлығы. Жақсы. Двухспальный постелі осындай әдемі узормен. Барлығы First фирмасынан. Қаса осылай Бирхомның жаккард вариантта осындай покрываласы бар. Қызымыздың өзіне арнайы осындай тоже ванный набор. Полотенце барлықтары бар. Осындай міне узорымен әдемі. Мен ұстағанға деп арнайы 6 ванный полотенце турецкий, 6 лицевой полотенце және де мынандай кухняда қолданатын полотенцалары.